тақырыбы алуан түрлі жануарлар. Бүгінгі сабақта жануарлардың қандай топтарға бөлінетінін білесіңдер. Жануарлардың кейбір топтарын ажыратып үйренесіңдер. Балалар, біз бүгін жануарлар тарауымен, жалпы осы тарауда жануарлардың ғажап әлемімен танысамыз. Олардың бірнеше топқа бөлінетінін, олардың қалай қоректенетінін, қалай қорғанатынын білетін боламыз. Мына жануарлардың суретіне қарап, оларды бірнеше топтарға бөлуге болады. Қараңыздар балалар. Жануарлар үй жануары және жабайы жануарлар болады. Аңдар, балықтар, құстар. Құстар да үй құстары және жабайы құстар болады. Қосмекенділер, жорғалаушылар. Олар бауырымен жорғалайды және жәндіктер. Балалар, жануарлар туралы түсінігімізді бейнематериалмен толықтырайық. Патшасы арыстан, жемтігімен алысқан, 8 түрі бар екен, өз үлкен барыстан. Саванна, саванна, арыстандар, аман ба? Бере алмаймын қолқабыз, жанарымнан таңданып, атты алып ұрады, теңбіл-теңбіл жолбарыс, жолбарыс, жолбарыс. Бере алмаймын қолқабыз, бейбіт өмір сүреді джунглидің жүрегі. Индияда зоралып, пілдер өмір сүреді, тұмсығы су шашатын. Пілдер жасасын, тундрама, тайгама, тұмсық батпас айнала. Бұғылар мен маралдар жеткізеді қайдадан. Бұғылар мен маралдар нағыз досың адамдар. Қараю, ақаю, 8 түрлі бар аю, ең кішісі коала, тәтті балды же аю. Қонжықтарың сүйкімді, қандыр қысты үйкінді. Теңбіл-теңбіл терісі, қарлы жүннің терісі, қар барысын азықтың сұлулығы серісі. Айналамыз барысқа, кел балалар алыспа. Жануарлардың ғажап әлемі жайлы біраз мағлұмат алдыңдар деп ойлаймын. Олай болса, мына суреттерге назар аударыңдар. Тасбақа, кесіртке, жылан бауырымен қозғалады. Сол себептен бұларды бауырымен жорғалаушылар деп атайды. Бақа, саламандра, құрбақа және құйрықты бақа қосмекенділерге жатады. Себебі бұлар құрлықта да, суда да тіршілік етеді. Сырт қарағанда бұлар да бауырымен жорғалаушыларға ұқсайды. Бірақ бауырымен жорғалаушылардың терісі құрғақ болады, мүйізді қабыршақ келеді. Ал қосмекенділердің терісі үнемі ылғалды қажет етеді. Себебі олар құрлықта да, суда да тіршілік етеді ғой. Ал біздің елімізде түрлі су қоймалар бар. Су қоймаға не жатады? Өзен, көл, теңіз, мұхит. Осы су қоймаларда мынандай жануарлар тіршілік етеді балалар. Мынау не? Иә, қолтырауын, андатыр, тышқанның бір түрі, ұлу, бақа және құйрықты бақа.
Балалар, бұл жануарлардың суда тіршілік ету себебі, олар суды көп қажет етеді. Ал суда тіршілік ететін тағы бір жануарымыздың түрі балық. Балықтың құрылысына назар аударыңдар. Себебі басқа жануарларға қарағанда балықтың құрылысы ерекше болып келеді. Мынау басы, ал мынау денесі. Құйрығы және жүзбе қанаттары арқылы ол қозғалады, яғни жүзеді. Баратын бағытына қарай құйрығының көмегімен бұрылады. Балалар, балықтар, қосмекенділер, бауыр мен жорғалаушылар, бұларды қалай ажыратуға болады? Бұл жануарлардың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Соған тоқталайық. Балық суда тіршілік етеді. Оның денесін қабыршақ жауып тұрады. Желбезегі арқылы тыныс алады. Ал қосмекенділер мен жорғалаушылардың дене құрылысы бастан, дене және 4 аяқтан тұрады. Ал жыланның балалар мойны болмайды. Міне балалар, біз бүгінгі сабақта жалпы жануарлар туралы таныстық. Жануарлардың түрі өте көп екен. Жануарлардың бірнеше топтарын білдік. Қане бір рет қайталап өтейік. Жануарлардың қандай топтары бар? Балықтар, қосмекенділер, құстар, жорғалаушылар және аңдар мен жануарлар. Балалар, сонымен бүгінгі сабақтан не білдік? Жануарлардың қандай топтарға бөлінетінін біліп, олардың кейбір топтарын ажыратып үйрендіңдер. Олай болса, балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.